Ангионевротикалық ісінуде қолдар мен аяқтардың ісінуі мүмкін. Бет, арқа, іш, кез келген дене бөлігі ісінуі мүмкін. Бұл кенеттен болады. Тіпті сіз оны басында сезбеуіңіз мүмкін. Бәрі кішкентай ісінуден басталады. Кейін ол өсіп, ары қарай тарайды. Тұтас қол немесе тек қана қол басы ісінуі мүмкін. Бұл жағдай өте ауыртады. Терінің тартылуымен жүреді. Күшті ісіну басталғанда теріні тартады, тері көгереді. Бұл өте ауырсынды өтеді. Егер арқа ісіп кетсе, аяқ жансыз болып қалады. Іш ісіп кетсе, бұл ішкі органдарға қысым түсіреді. Күшті ауырсынуларға, құсыққа шалдықтырады. Сіз қатты ісініп кетесіз. Теріңіз тартылып кетеді, және бұл барлығы ауырсынумен жүреді. Егер бет іссе, онда тек тері тартылумен қоймайды. Оның үстіне көздеріңіз де ісіп кетеді. Не ештеңе көрінбейді, не сөйлей алмайсыз. Себебі ерін ісініп кеткен. Бұл ісіну тамаққа да әсер етуі мүмкін. Ол кезде сізге демалуда қиын болады. Және оның бәрі өте қатты ауырсынумен бірге жүреді. Бұл ауру тұқым қуалайды. Менде бұл ауру арғы-атамда болған. Содан кейін атама, одан әкеме өткен, және әкемнен маған келген. Менің 5 балам бар. Қазіргі таңда бұл ауру ұлыма да өтті. 19 жасымда тұрмысқа шықтым. 20 жасымда жүкті болдым. 2-ші триместрде аяқтарым ісіне бастады. Ата-аналарым бұл аурумен бұрын кездескендіктен, яғни әкемде осы ауру болғандықтан, менде де әкемдікімен бірдей ісіну болғанын білдік. Егер бір жеріңізді соғып алсаңыз, суық тигізсеңіз, қатты уайымдап, жүйкеңіз бұзылса, бұл да әсер етіп ісініп кетесіз. Дененің кез келген бөлігі ісінуі мүмкін. Тіпті кейде дұрыс емес нәрсе жеп қойсаңыз да. Бұл аллергия деп саналса да, ішіңіздің де ісініп кетуі мүмкін. Соңғы кезде міне 2021 жылдан бастап мен аптасына 2 рет ісінетін болдым. Менде ісіну болса, мысалы аяғым ісіп кетсе, қабынуы басылып 2-3 күннен кейін ісігені басылса да, 3-4 күннен кейін дененің басқа бөлігі ісініп қалатын еді. Мысалы квинке ісінуде әртүрлі препараттарды енгізіп, қабыну тоқталады ғой. Ангионевротикалық ісінуде болса, ештеңе көмектеспейді. Ауырсынуды басатын ештеңе, антиаллергиялық болсын, ешқандай препараттар көмектеспейді. Менің атым Никита, мен Текелі қаласынан боламын. Мен көбінесе мотоспортпен айналысамын. Біз досыммен тауларға, сондай-ақ қашық жолдарға, балық аулауға, пикниктерге шығып жүреміз. Менде алғашқы ісіну шабуылы шамамен 16 жасымда бетіме жарақат алғанда пайда болды. Ол кезде бетім ісіп кетті. Ата-анама келіп сұрағанда, маған бұл тұқым қуалайтын ісіну екенін, және бұл жағдай осылай қайталанып тұратынын түсіндіріп берді. Ауру туралы білген соң дәрігерлерге бардым. Бұл ауру жайлы жұрт ішінде тарала бастағанда, спортпен шұғылдануда қиындықтар басталды. Бокс немесе ауыр атлетикамен айналысуға рұқсат етілмеді. Өйткені жарақат алғанда мен дереу ісінемін. Ұлым қала сыртындағы колледжде оқып жүргенде, осы ісінулер ауырсындырып, қиналатын эпизодтар түрінде болып тұратын. Ол соның кесірінен үйге қайтуға және үнемі еңбекке жарамсыздық салынан босатылуға мәжбүр болатын. Колледжде де қиындықтар болды. Өйткені сабақтарды жиі жіберетін, және мұғалімдер жағдайды түсінбейтін. Қалай ауырсаң да, ай сайын ауырып қалу мүмкін емес қой дейтін. Немесе кейде айына 2 рет болатын. Мұғалімдерге осындай ауру бар екен және оның емін таппағанымызды. Егер ісіну шабуылу кезінде жатақханада қалса, оған ол жерде ешкім көмек көрсете алмайтын түсіндіру қиын болды.
Сөйтіп біз әрең дегенде колледжді аяқтадық. 3 жыл электрик мамандығы бойынша оқыдық. Сосын ол жұмысқа шықты. Жұмыста да сол проблемалар басталды. Ол жиі еңбекке жарамсыздық парағын алуға мәжбүр болатын. Ісіну 3 күннен кейін ғана басылатындықтан, еңбекке жарамсыздық парағын 3-4 күнге алып отыратын, яғни ісіну толықтай басылғанша. Сөйтіп оны жұмыстан шығарып тастады. Өйткені бізге өндірісті жалғастыру керек, өнім шығуы керек деп айтты. Адам жұмысқа келмегендіктен өндіріс азаяды. Сол себепті оны жұмыстан шығарған. Кейін басқа жұмыс тапты, басқа жұмысқа барды. Бірақ жұмыс беруші, егер жұмыс орнында ісіну пайда болса, біз сізге көмектесе алмаймыз, жауапкершілікті мойнымызға алмаймыз деп айтты. Содан кейін оны сол жұмыстан да шығарды. Біз дәрігерлерге қаралдық. Дәрігерлер бізге бұл ісінудің неге болатынын нақты айта алмады. Біз Талдықорғанға да бардық, онда да дәрігерлерге қаралдық. Аллергологтарға, иммунологтарға, барлық мамандарға, терапевтерге, бізді қай жерге жіберсе де, біз бір есіктен келесі есікті қағуға мәжбүр болдық. Бір дәрігер маған бұл симптомдар ангионевротикалық ісінуге ұқсайды деп айтты. Бірақ сол кезде ешқандай талдау жасалмады, яғни нақты осы ауру деген растауға жетпедік. Содан кейін менің анам интернет арқылы осыған ұқсас ауруларды, симптомдарды іздей бастады. Мүмкін осындай симптомдары бар басқа адамдар бар ма деген оймен. Және ол Украинадағы бір қызға шықты. Ол да оның мұндай ауру бар екенін айтып берді. Оның симптомы менікіне ұқсас болды. Сосын онымен телефон арқылы сөйлесті. Олар ұзақ әңгімелесті. Ол бізге осы аурулармен байланысты Катеринаға шығуға көмектесті. Ол мұндай ауру бар адамдардың тобын құрды. Олар Алматыдағы аллергологпен байланысқа шықты. Бізді осы ауруды растау үшін талдауларға жіберді. Біз 2-3 рет талдау тапсырдық. Содан соң ол бұл талдаулардың нәтижесін алып қарады. Диагноздың шынымен расталғанын, яғни бізде ангионевротикалық ісіну бар екенін айтты. Ол бізге дәрігерлік кеңес беріп, ісіну шабуылдарын басқа дәрілермен тоқтатуды ұсынды. Емдеуге байланысты мәселелерді көбінесе менің әжем мойнына алды. Ол адамдармен байланысу арқылы іздестірді. Содан кейін бізді топқа қосты. Онда бізді Талдықорғанға талдаулар тапсыруға жолдама берді. Біз талдауды тапсырдық. Оның нәтижесі бойынша бұл диагнозым расталды. Және ол әрі қарай лайықты емдеуді жазып берді. Маған препарат енгізгеннен кейін, шамамен 20 минуттан соң, ісінудің одан әрі өсіп келе жатпағанын сездім. Ісіну сол орнында тоқтады. Шамамен 1 сағаттан кейін жеңілдік сезіндім. Ісіну басыла бастады. Ол шамамен 4-5 сағат ішінде басылып, ісіну толығымен кетті. Бұрынғыдай емес. Ісінудің кетуі үшін 3 күн күтуге тура келетін еді. Сол кезде ғана ісіну басылатын еді. Ал қазір 4 сағаттың ішінде ісіну жоқ болады. Кейін бізге осы препаратты критикалық жағдайларда қолдану үшін беретін болды. Ауыртатын ісінулер және шабуылдарды тоқтату үшін. Қазір осы препарат пайда болғаннан бастап, біз оны кез келген уақытта өзімізбен алып жүре аламыз. Егер ісіну пайда болса, препаратты енгізіп ісінуді тоқтата аламыз. Және сол кезде ауырсынудан, қозғалыс шектеуінен құтыламын. Біз толыққанды өмір сүре аламыз. Дәрі-дәрмек алғаннан кейін жұмыста оңайырақ болды. Мен дәріні өзіммен алып жүре аламын, оны өзіме енгізе аламын. Дәрігерлер маған нұсқаулық беріп, өзіме инъекция қоюды үйретті. Мен жұмыста шабуылдар болған кезде өзіме инъекция қоя аламын. Жұмыс оңайырақ болды. Сондай-ақ менің жоспарым ол мотоцикл тебуді жалғастыру. Осы спортпен айналысу, достарыммен бірге саяхаттау, алыс жолдарға шығу, күшті туристік мотоцикл сатып алып, басқа қалаларға ұзақ сапарларға шығу. Егер сізде мендегідей ауру белгілері болса, бірақ диагноз әлі қойылмаған болса, сізге диагностикадан өту керек.
және нақты ангионевротикалық ісіну диагнозы бар жоғын анықтау қажет. Ауырсыну болған жағдайда ауырсынуды жеңілдетуге болады. Өз қозғалысыңызды, жұмысыңызды, физикалық еңбекті шектемей, толыққанды өмір сүре аласыз. Болашақта бұл тұқым қуалайтын болса, өзіңіздің, балаларыңыздың, немерелеріңіздің, яғни олардың арасында ангионевротикалық ісіну ауру расталғандардың бәрінің өмірін жеңілдете аласыз. Сіз өзіңізде келесі белгілерді байқайтын болсаңыз, өз дәрігеріңізден кеңес алуыңыз жөн. Тері немесе шырышты қабаттарының, аяқ-қолдардың ісіну эпизодтары. Мысалы, қол, аяқ, бет, ерін, тамақ, асқазан, жыныс мүшелері немесе басқа аймақтар. Ұзақтығы 24-тен 72 сағаттан артатын ісінулер. Антигистаминдік препарат немесе кортикостероид еміне жауап бермейтін ісінулер.